Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Жомабекова Жанат. Жасым 52-де. Мен Ахметбек Нұрсила ағайдың 50 күндік менің кемелденген тұлғам атты марафонына қатыстым. Ол марафоннан менің алған әсерім өте керемет, өте күшті. Ахметбек Нұрсила ағай ол марафонда өте үйрететіні адамның бойындағы жаман мінез қасиеттерінен құтылуды үйретеді. Ашуланшақтық, жалқаулық, қызғаншақтық, іштарлық деген сияқты. Сол жаман мінез құлықтан құтылып, адамды кванттық әлемге енуді үйретеді. Жаман мінез кеселдерін кванттық әлемге тапсырып, оның орнын хош иістермен, әсем гүлдермен толтыруды үйретеді. Және де өз өміріңді өзің өзгерте алатыныңды ғылыми түрде бәрін дәлелдейді. Адамның бойында алапат күш бар екенін, сол алапат күшті оятуға тырысады ағай. Әрбір адамның істегенін адам істейді деп айтады ағай. Дұрыс тамақтануды, зиян сусындарды ішпеуді үйретеді. Адамның ойын өзгертуге көмектеседі. Сол адамның ойын өзгертсе, адамның сезімі өзгереді. Сезімі өзгергеннен кейін сенім туады. Ол сенімнен адам іс-әрекетке көшеді. Іс-әрекет адамның мінез құлқына айналады деп ағай өте күшті сабақтар береді. Сабақ барысында ағай медитацияны үйретеді. Тыныс алу медитациясын, жүрек үйлесімділігін үйретеді. Өте менің алған әсерім өте күшті. Сол жаман мінез кеселдерден мен құтылдым. Отбасымда өте жақсы оқиғалар бола бастады. Түсіністік, былайша орысша айтқанда гармония пайда болды отбасымда. Мен өте ризамын Ахметбек Нұрсила ағайға. Бұл кісі қазақтың маңдайына біткен бір туар азамат деп есептеймін. Алаш ардақтыларының идеясын іске асырып жатқан кісі. Және де сол идеяны іске асыруға біз де көмектесуіміз керек. Осы сабағында, МКТ сабақтарының бірінде ағай айтады, бір қалалықтар бір жерге жиналып медитация жасаңдар, халықтың игілігін, халықтың тыныштығын тілеп деп үйретеді ағай. Енді ағайдың іс-әрекеті өте керемет. Мен қуанамын біздің қазақта осындай адам бар екеніне, осындай іс-әрекет жасап жатқанына, өзі игеріп, өзі меңгеріп қоя қоймай, оны елдің бәріне үйретіп жатқанына мен өте қуаныштымын. Менің жүрегімде қазір жайлылық, өткенді ойлап өкінбеймін, болашақты ойлап уайымдамаймын. Өйткені соның бәрін Ахметбек ағай сол сабақтарда үйретеді. Бұл жерде кванттық физика не екенін біз білмегенбіз, расын айтқанда. Квант әлеміне енуді үйретеді. Жасампаз күйде өмір сүруді үйретеді. Материалдық тұрғыдан менің отбасымда жақсы өзгерістер бола бастады. Қарыздарымнан құтылдым. Қазіргі заманда бәрінде ипотека бар, қарыз бар ғой, сол мен қарыздарымнан құтылдым. Мен өте ризамын ағайдың сабақтарын өткеніме. Және сіздерді де осы менің кемелденген тұлғам атты сабақты өтуді ұсынамын. Өкінбейсіздер, өте керемет өзгерістер болады. Таңғажайып өзгерістер болады семьяларыңызда, өздеріңізде, денсаулықтарыңызда. Денсаулығымды да біраз түзедім деп айтсам болады. Жалқаулықтан құтылдым. Керемет сабақтары өте.